Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде 5-ші дәріс. Ад-дарсул хамису. 5-ші сабақ, но 5 деген сан. Мына жерде диалог берілген. Саид, Ясир, және мені Али деген кісілердің арасында диалог. Алдымен бұны оқып аударамыз. Акитабу Мухаммадин хада я Ясиру. Бұл Мұхаммедтің кітабы ма, ей Ясир? Ла, хада китабу Хамидин. Жоқ, бұл Хамидтің кітабы. Айна китабу Мухаммадин. Мұхаммедтің кітабы қайда? Хуа алал мактаби хунака. Ол партаның үстінде ар жақта. Айна дафтару Аммарин. Аммардың дәптері қайда? Хуа аля мактабил мударриси. Ол оқытушының партасының үстінде. Қаламу ман хаза я Алию. Бұл кімнің қаламы, ей Али? Хаза қаламул мударриси. Бұл оқытушының, ұстаздың қаламы. Айна хақибатул мударриси. Оқытушының сумкесі қайда? Хия тахтал мактаби. Ол партаның астында. Тахта деген астында. Мына жерде байқасаңыздар, ілік септігін үйреніп жатырмыз. Біз алдында сіздермен өткен едік. Сөз кәсіраны қай кезде қабылдайды? Алдымен міне. Бірінші бізде міне 3 харекет бар, иә? Фатха, кәсіра, кейін дамма. Онда 3 харекет бар. Міне осында 3 харекет бар. Міне фатха, кәсіра, дамма. Міне фатха, кәсіра, дамма. Одан бөлек тануиндер бар. Мына тануин фатха, тануин касра және тануин дамма. Осында үшеу бар. Бірінші қай кезде сөз тануинді немесе тануинсіз болады, соны біліп алайық. Еске түсірейік. Мына жерде бәйтун болады, иә? Бәйтун, тануинмен. Енді осы сөзге алиф-лам жалғанатын болса, белгілі артикль, онда әл-бәйту болады. Әл-бәйтун демесіз. Мына жерде бәйту демесіз, алиф-ләмсіз. Бәйтун, алиф-ләммен әл-бәйту. Егерде бұлай айтатын болсам, бұл қате болады. Және егер бұлай айтатын болсам, бұл да қате. Сол себепті бірінші мына тануиндері қатысты. Тануин қай кезде тануинді болады? Тануинсіз. Алиф-ләммен тануинсіз. Мына алиф-ләммен тануинсіз. Ал алиф-ләм болмаса, онда тануинмен. Енді екінші сұрақ. Қай кезде дамма, қай кезде касра? Қай кезде дамма немесе тануин дамма, қай кезде касра немесе тануин касра? Сіздермен алдында біз шауларды өткен едік. Мысалға қараңыз. Әл-бәйту. Енді алдына шылау келсе, ішінде деген. Жатыс септігінің жалғауы. Да, де, та, те деген. Осы кезде фил бәйти болады. Фил бәйти. Бәйтун, фи бәйтин. Фи бәйтин деп тануин касырмен айтық, себебі наяқта алиф-лам жоқ. Мына жерде жай ғана касыра болу, өйткені алиф-лам бар. Фил бәйти, фи бәйтин. Белгілі бір үйдің ішінде, кез келген белгісіз үйдің ішінде. Енді қараңыздар, бұл бірінші жағдай. Сөздің қай кезде касыралы немесе тануин касыралы болатыны. Осы бірінші жағдай. Алдында шылаулар келсе. Қандай шылаулар? Біз өткен мин, иля, фи деген бар, сосын аля деген бар. Осы төртеуінің бірі сөздің алдына келетін болса, ол кезде касыра немесе тануин касыра болады. Мына жерде тағы да бір касыраны өтіп жатырмыз. Қай кезде? Ілік септігінің жалғауын білдіреді. Мұхаммедтің. Нақты хамидин деп тұр. Хамидтің. Мұхаммадин. Мұхаммедтің. Аммарин. Аммардың. Әл-мударриси. Оқытушының. Осындай касыра немесе тануин касыралар, бұлар ілік септігінің жалғауын береді. Бірінші сөз алиф-лам болмаса да, бұл тек қана даммамен. Бірдің затын айту үшін міне тануинсіз болады, ал екінші сөз касыралы немесе тануин касыралы болады. Дамма және касра немесе тануин касра.
мынау біреуге тиесілі зат, мынау сол заттың иесі. Қазір мына жаттығуларда өткен кезде сіздерге түсініктірек болады. Мысалы қараңыз, мына жақта хақибатул мударрису емес, хақибатул мударриси. Қазір мына жерде ілік септігінің жалғауын беріп отыр. Тамарину жаттығулар. Әжиб әнил әсиләтил әтия. Келесі сұрақтарға жауап бер. Айна китабу Мухаммадин. Ин дейміз, себебі Мұхаммедтің кітабы. Мұхаммедтің кітабы қайда? Мұхаммедтің кітабы қайда? Хуа алал мактаби деп жауап берсек болады. Хуа алал мактаби. Ол партаның үстінде. Айна китабу Аммарин. Аммардың кітабы қайда? Хуа фи ғурфатихи. Ол оның бөлмесінде. Немесе былай жауап берейік. Міне хуа фил ғурфа. Ол бөлмеде. Ол деп кітапты айтып отырмыз, ә? Аммардың кітабы қайда? Ол бөлмеде. Айна хақибатул мударриси. Айна хақибатул мударриси. Оқытушының сөмкесі қайда? Хақибатун деген, міне хақибатун деген сөз. Мына жерде соңында міне тамарбута, бұл әйел тегінің белгісі. Әйел тегінің белгісі. Сол себепті хуа емес хия болады. Хия тахтал мактаби дейік. Ол партаның астында. Келесі жаттығы. Адифил калиматал ула иля thaniya. Бірінші сөзді екінші сөзге байланыстыр, қос, тиісті қыл деген мағынада. Бұл қалай? Жаңа мен сіздерге айтқандай, біреудің заты етеміз. Мысалы, жай ғана кітап емес, Мұхаммедтің кітабы деген секілді. Мына жақта оқытушының партасы, үйдің кілті деген секілді осындай байланыстырамыз сөздерді бір-біріне. Алғашқысында китабун Мұхаммадун. Мына жақта қараңыздар, тануин дамма. Мына жерде де дамма, тануин. Енді мынау сөзді Мұхаммедтікі деп айту үшін бұл жерде тануин дамма болмайды, жай ғана дамма. Екінші сөз ілік септігін жалғауын білдіретін дың, тың деген, ның деген бұл міне кәсіра немесе тануин кәсіра болады. Китабу Мұхаммадин. Мұхаммедтің кітабы. Мактабул мударриси. Оқытушының партасы. Қаламун хамидун деген екі сөз беліп тұр. Бұны қалай істейміз? Қаламу хамидин. Қаламу хамидин. Хамидтің қаламы. Мифтахун әл-бәйту. Мифтахул бәйти. Үйдің кілті. Бәйтун Аббасун. Бәйту Аббасин. Аббастың үйі. Осы жерден жалғастырып өзіңіз қазір видеоны пауза басып, толық мына жерге дейін оқып шығыңыз, орындап, кейін видеоны жалғастырып тексересіздер. Дукканун ат-таджиру. Дуккану ат-таджири. Саудагердің дүкені. Ғурфатун алийюн. Ғурфату алийин. Алидің бөлмесі. Бәйтун ал-мухандису. Бәйтул мухандиси. Инженердің үйі. Дафтарун саидун. Дафтару саидин. Саидтің дәптері. Исмун ал-валаду. Исмул валади. Баланың есімі, аты. Миндилун ясирун. Миндилу ясирин. Ясирдің қол орамалы. Китабун Аллаху. Китабуллахи. Алланың кітабы. Қомисун аммарун. Көйлек аммар. Енді біз аммардың көйлегі деп айту үшін қомису аммарин болады. Бинтун ат-табибу. Бинтут табиби. Дәрігердің қызы. Бинт қыз, ат-табиб дәрігер. Сарирун халидун. Төсек халид. Енді біз айтымыз керек халидтің төсегі. Сариру халидин. Мифтахун ас-сайярату. Мифтаху ас-сайярати. Көліктің кілті. Иқра вактуб ма'адаб тавахирил калимат. Сөздердің соңғы харекеттерін қойып жаз және оқы. Бабул мадрасати. Бабун ал-мадрасату болмайды. Байланыстыру үшін бабул мадрасати. Мектептің есігі. Химарур ражули. Мәне ер адамның есегі. Байту хамидин. Хамидтің үйі. Сайяратул мудири. Директордың көлігі.
Миндилу Аммарин. Аммардың қол орамалы. Исмут талиби. Студенттің аты, есімі. Байтуллахи. Алланың үйі. Фи китабиллахи. Алланың кітабында. Фи китабу болмайды. Фиден кейінгі сөз. Нашалаудан кейінгі сөз. Кәсір алып өтеді. Фи китабиллахи. Алланың кітабында. Кітабының ішінде. Мин байтил мударриси. Оқытушының үйінен. Аля мактабил мудири. Директордың партасының үстінде. Директордың партасында немесе. Иқра оқы дейді, келесі жаттығу. Мынаны оқып аударамыз қазір. Әр сөйлемді видеоны паузаға баса отырып, өзіңіз аударып отырыңыз, кейін видеоны жалғасып тексеріп отырасыздар. Айна байтул мударриси. Оқытушының үйі қайда? Хуа баидун. Ол алыста. Ол алыс. Ал-Құрану китабуллахи. Құран Алланың кітабы. Ал-Ка'бату байтуллахи. Қағба Алланың үйі. Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалам расулуллахи. Мұхаммед, Алланың оған сәлеммен игілігі болсын, Алланың елшісі. Хараджал мударрису мин ғурфатил мудири. Хараджал мударрису мин ғурфатил мудири. Оқытушы директордың бөлмесінен шықты. Хараджа шықты. Хаза байту Хамидин ва залика байту Халидин. Бұл Хамидтің үйі, ал анау Халидтің үйі. Ибну Аммарин талибун ва ибну Ясирин тажирун. Аммардың ұлы оқушы, ал Ясирдің ұлы саудагер. Байтул мударриси баидун ва байту тажири қарибун. Оқытушының үйі алыс, ал саудагердің үйі жақын. Хаза мифтаху сайярати. Бұл көліктің кілті. Айна мифтахул байти. Үйдің кілті қайда? Ман анта я валаду. Сен кімсің, ей бала? Ана бну Аббасин. Мен Аббасның ұлымын. Вабну ман хуа. Ал ол кімнің баласы? Хуа бну Халидин. Ол Халидтің ұлы. Нау алиф сөйлем ортасына келген кезде оқылмайды. Сол себепті хуа бірден бә әркіне өтіп кетеміз. Хуа бну Халидин. Айна масджиду Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам хуа фил Мадинатил Мунавварати. Айна масджиду Расулиллахи. Айна масджиду. Бұл мешіт біреуге тиесілі. Сонда аудармасы. Айна масджиду. Қараңыздар. Алланың елшісінің мешіті қайда? Алланың оған сәлеммен игілігі болсын. Қараңыздар. Алланың, сол себепті Аллахи. Расули, себебі Алланың елшісінің. Мына жақта да ілік септің жалғауы бар. Ал мынау мәсжид деген сөз, мына елші деген сөзге тиесілі болып тұр. Алланың елшісінің мешіті. Мешітпіз, мешіті қайда? Сол себепті айна масджиду Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Ол нұрлы, қасиетті деп алсақ болады. Қасиетті Мединада. Бинту Хамидин фил мадрасати ва бинту Мухаммадин фил джамиати. Хамидтің қызы мектепте, ал Мұхаммедтің қызы университетте. Исмул мударриси Саидун ва исмул мухандиси Халидун. Оқытушының есімі аты Саид, ал инженердің аты Халид. Амму талиби ғанийун. Оқушының көкесі бай. Бабул масджиди мафтухун ва бабул мадрасати муғлақун. Мешіттің есігі ашық, ал мектептің есігі жабық. Муғлақун деген жабық. Халу Хамидин фақирун. Хамидтің нағашы көкесі кедей. Сайярату Аббасин фи шари'i. Аббастың көлігі көшеде. Ибну ман анта. Сен кімнің ұлысың? Ана бнул мударриси. Мәні бірден бәрін өткетеміз. Ана бнул мударриси. Мен оқытушының ұлымын. Айнал кәлбу. Ит қайда? Хуа тахта сайярати. Ол көліктің астында. Кауин жумалан муфидатан бимал ил фарағи фима яли. Келесі бос орындар толтырып,
толық мағыналы сөйлемдер құрастыр дейді. Муфидатун деген толық мағыналы деген мағынасы бар, және пайдалы. Мана әл-бәйти муғлақун, мына жерге жаңағы мудоф деген осы біреуге тиесілі болған сөздерді қоямыз. Мысалға, әл-бәйти үйдің жабық дейді. Үйдің несі жабық? Бабул бәйти муғлақун, үйдің есігі жабық. Айна, көліктің қайда? Көліктің несі қайда? Мысалға, кілті. Айна мифтахус сайярати, көліктің кілті қайда? Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалам расулуллахи, Мұхаммед Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Мана ат-табиби баидун, дәрігердің алыс. Үйі деге бәйтут табиби баидун, дәрігердің үйі алыс. Ал-Құрану китабуллахи, Құран Алланың кітабы. Хадиджату бинту Хамидин, Хадиджа Хамидтің қызы. Ана бинул мударриси, мен оқытушының ұлымын. Қаламут талиби максурун, оқушының қаламы сынық. Мана бабул бәйти мафтухун, үйдің, мына жақта қазір есігі ашық деп тұр. Ненің есігі? Бабул бәйти, үйдің есігі, мафтухун, ашық. Хараджал мударрису мин ғурфатил мудири, оқытушы директордың бөлмесінен шықты. Келесі сахихи таркибати талия, келесі мана сөз тіркестерін дұрыста дейді. Қараңыздар, әл-қаламу ат-талиби деп тұр. Мынау біреуге тиесілі зат, оқушының қаламы. Осы қаламы деп айту үшін мына жерге алиф-ләмсіз айтылады. Бірден қаламу ат-талиби, алиф-ләм қабылдамайды. Келесі бабу ас-сайяра ту деп тұр. Ту деп тұр. Бұл есік, көлік. Енді көліктің есігі деп болса, іліксептің жалғаушын кәсірал болу керек. Бабу ас-сайярати. Бинту Хамидун, бұл жерде қыз, қызы Хамид деп тұр. Біз Хамидтің қызы деп айтымыз керек. Сол себепті бинту Хамидин. Ар-расулу, Аллахи, алифлям қабылдамайды. Расулуллахи. Исмул валада, кәсір қабылдайды. Исмул валади болады, баланың есімі. Аяқта Алланың елшісі. Ибнун әл-мударриси, ол, аяқта олы емес, ол деп тұр. Мынау оқытушының ол деген сияқты болып тұрда, сонда біз оқытушының олы деп айту үшін ибнул танмин болмайды, ибнул мударриси. Келесі Мухаммадун, я Мухаммаду. Міне біз қаратпа, я деген бізде бұл қаратпа, әй деген мағынада қаратпа сөз. Енді Мухаммадун, я Мухаммаду, эй Мухаммед. Көрдіңіздер, мұны тануын сұққалы, жай ғана дамманың өзі қалды. Устазун, я устазу, я устаз. Халидун, я Халиду, ей Халид. Валадун, я валаду, ей бала. Мына я келген кезде алифлям секілді, мұның тануын сұққалады, жай дамманың өзі қалады харекеті. Иқра уактуб мa'адуб тавахирил калимат, сөздердің соңғы харекеттерін қойып жаз және оқы. Мына я келді, тануын сөді. Я Алию, я Аббасу, шейхун, я жоқ. Я шейху, мына ей шейх. Я раджулу, ей ер адам, екісі деген мағынада. Мына жақта толғат. Я сирун болады. Я аммару, ей аммар. Дуктурун, я дуктуру, ей доктор деген мағынада. Келесі اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. Келесі мысалды оқы, кейін мысалдағыдай оған ишарат етіп, келесі суреттерге қолмен сілтеп отырып, сұрақтар құрастыру керек. Мысалға қараңыз, кітаптың суреттер. Біз бұл кімнің кітабы деп сұраймыз. Китабу ман хаза. Бұл кімнің кітабы. Бұл кімнің қаламы деп сұрау керек. Қаламу ман хаза. Бұл кімнің көлігі.
Qamisu man hada. Baytu man hada. Бұл кімнің үйі? Сариру man hada. Бұл кімнің төсегі? Келесі 9. Исмун ибнун. Сөйлемнің басында бұлар кәсіралы болады. Мына исмул валади Мухаммадун, ал ортасында оқылмайды. Васмул бинти Зайнабу. Ұлдың есімі Мұхаммед, ал қыздың есімі Зейнеп. Исмул мударриси Хамидун, масмул мудири. Оқытушының аты Хамид, ал директорның аты кім? Ибнун дәл солай. Басында кәсіралы, ал ортасында оқылмайды. Ибну Халидин фил мадрасати, вабну Хамидин фил джамиати. Халидтің ұлы мектепте, ал Хамидтің ұлы университетте. Ибнул мударриси фил фасли, айна бунул мудири. Оқытушының ұлы сыныпта, директорның ұлы қайда? Келесі. Иқра ма яли мурауиян қауаида нутқи хамзатил васл. Хамзатил васлдың, хамзатил васл деген осы, алиф, бұны хамзатил васл дейді. Бұның оқылу ережесін сақтай отырып, келес келгендерді оқы дейді, сөйлемдерді. Басында кәсірі, ал ортасында оқылмайды дедік. Ибну Мухаммадин фил Ирақи, вабну Хамидин фил Хинди. Мұхаммедтің ұлы Иракта, ал Хамидтің ұлы Үндістанда. Хараджа бну табиби минал бейти. Дәрігердің ұлы үйден шықты. Захаба бну таджири иля суқи. Саудагердің ұлы базарға кетті. Исмул мухандиси Файсалун, васмут табиби Мас'удун. Инженердің аты Файсал, ал дәрігердің аты Мас'уд. Масмур раджули. Ер адамның аты кім? Ибну ман анта. Сен кімнің ұлысың? Ана бнул вазири. Мен министрдің, вазирдің ұлымын. Әл-калиматул жадида жаңа сөздер. Ар-расулу елші, әл-кәбату қағба, әл-исму есім, әл-ибну ол, әл-амму көке, әке жақтан, әл-халу мұны нағашы көке, әл-хақибату сөмке, әс-сайярату көлік, әш-шариу көше, мұғлақун жабық, тахта астында, хунака аржақта деген сөз. Енді қараңыздар, бұл араб тілінде грамматикада бұл термині мудафун және мудафун илейх деп атады. Біреуге қосылған сөз, кімге қосылды, сол сөз. Сайяратул мударриси, мудаф дейміз, мудаф илейх. Біреуге тиесілі, ал сол заттың иесі. Осымен 5-ші дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.